Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 16-шы сабақ. 60-шы жаттығу. Мысалды түсініп оқы. Жер тауға шағында. Менің үстімде не болып жатыр? Білемісің? Адамдар аяуды қойды. Бетімді бей-берекет айғыздап бітті. Тұқымдары құрып біткен аң-құстарым мынау. Сұлап жатқан теректерім анау. Өзендерім суалды, теңіздерім құрғады. Енді менде не қасиет қалды? Жердің көз жасы мөлтілдеп, шық болып құйылды. Жер жылап жатты. Мен қайтейін деді, тау күңіреніп. Бәрін де көріп тұрмын, бірақ қолымнан не келеді? Өзімнің де қалім мүшкіл. Тау күрсінді. Балтабай Әділев. Енді балалар, мысалдағы негізгі ойды тап дейді. Автор осы мысал арқылы не айтқысы келеді? Мысалдағы негізгі ой табиғатқа қамқорлық жасау. Автор осы мысал арқылы табиғатты қорғау екенін айтқысы келді. Қарамен жазылған сөздерді басқа сөзбен алмастырып көр дейді. Шағынды, уәжін айтты. Құрғады, суы тартылды. Сусыз қалды деген сөзді білдіреді. Мысалды ары қарай жалғастырып көр. Ол үшін тау сөзін жұбату сөзімен толықтыр дейді. Үшінші кейіпкерді адамды әңгімеге қосып, ол туралы айтылатын ой бөлігінде кешірім сұрау сөздерін қолдан дейді. Біздер былай жазамыз балалар. Қой, жылама жер, барлығы жақсы болады деп жұбатты тау. Сол екеуінің әңгімесін тыңдап тұрған адам өз ісіне ұялды. Біз адам баласы. Табиғат ананы өз қажетімізге жаратамыз. Бірақ қамқорлық жасауды ұмытамыз. Сондықтан сендерден кешірім сұраймын. Ендігі кезекте өзіңді аялап, күтіп қарайтын боламыз. Құраған ой бөлігіңді дәптерге жаз дейді. Балалар, осыны дәптерімізге жазып аламыз, иә? Енді сабақ түсінікті болса, келесі жаттығуды орындаймыз. 61-ші жаттығу. Мәтінге ат қой дейді. Ағасы Мирас пен Әлімге алма үлестірді. Мирас, рахмет. Ағасы оқасы жоқ. Ал Әлім үндемеген қалпында тұра берді. Мирас, Әлім, сен неге рахмет айтпайсың? Әлім, ағам оқасы жоқ деді ғой. Ал енді балалар мәтіннің атын рахмет деп қояйық. Оқасы жоқ деген қандай мағынаны береді дейді. Оқасы жоқ, әуре болма, ештеңе етпейді деген сияқты мағынаны береді екен. Әлімнің айтқанына келісесің бе? Келіспесең өз пікіріңді төмендегі сөздермен баста және аяқта дейді. Кешіріңіздер, мен Әліммен келіспеймін. Өйткені оқасы жоқ сөзін Мирасқа айтты. Әлімге айтқан жоқ. Сол себепті Әлім де алған алмасы үшін рахмет айту керек. Бұл әдептіліктің белгісі. Енді балалар 62-ші жаттығу. Журналист 3-ші сынып оқушыларынан әдептілік туралы сұхбат алды. Балалар төмендегідей пікірлер білдірді. Сәкен, адамның әдептілігі асықпай, анық, әдемі сөйлеген сөзінен көрінеді дейді. Марғұлан, әдептілік, менің ойымша, әдепті қылықтар мен әдеттер, үлкендерге жол немесе орын беру. Әсел, әдептілік бұл сиқырлы сөздер. Оған махаббат, кешір, рахмет деген сөздер жатады. Назира, ең бастысы бір-бірімізге жылы көзқараспен, әдепті қимылмен күлімсіреп қарау. Сөйлеушінің көзіне, бет құбылысына мұқият назар аудару. Әдептіліктің негізгі белгілері. Маржан, әдептілік меніңше кез келген жақсы іс-әрекет, кішілерге қамқор болу, үлкендерге көмектесу дейді. Қай жауап саған көбірек ұнады? Дәлелде. Балалар, меніңше Маржанның айтқаны тура келетін сияқты. Әдептілік меніңше кез келген жақсы іс-әрекет, кішілерге қамқор болу, үлкендерге көмектесу дейді. Сен де сұхбатқа қосылып, өз жауабыңды жазбаша білдір дейді. Әдептілік адам бойындағы ізгілік пен сыйластықты білдіретін қасиет. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, кешірім сұрау деп білемін.
Келесі 63-ші жаттығу. Өз әдептілік деңгейіңді тест тапсырмасымен орындау арқылы бағала дейді. Сұраққа иә немесе кейде немесе жоқ деп жауап бер дейді. Көршілеріңмен үнемі амандасасың ба? Иә. Тамақ ішіп болғаннан кейін анаңа алғысыңды білдіресің бе? Иә. Сабаққа кешіккен жағдайда мұғалімнен кешірім сұрайсың ба? Иә. Абайсызда біреуді қағып кетсең, сен одан кешірім сұрайсың ба? Иә. Қиын есепті шығаруға көмектескен үлкендерге рахмет айтасың ба? Кейде. Бір нәрсеге келіспеген жағдайда даусыңды көтермей бір қалыпты сөйлейсің бе? Иә. 8 наурыз мерекесімен анаңды, әжеңді, әпкеңді құттықтайсың ба? Иә. Ұйықтар алдында үйдегілерге қайырлы түн деп айтасың ба? Жоқ. Осылай балалар өздеріңнің жауаптарыңды белгілесеңдер болады. Ұпайларды сана. Иә жауабына 2 ұпай, кейде жауабына 1 ұпай, жоқ жауабына 0 ұпай. Егер 12-ден 16 ұпайға дейін жинасаң, сенде бәрі дұрыс, жарайсың. Егер 8-ден 11 ұпайға дейін жинасаң, сен үнемі әдепті бола алмайсың. Егер 8 ұпайдан төмен жинасаң, әдепті болуға ұмтылуың керек. Балалар осылай есептеп өзіміздің ұпайымызды оқып шығамыз, балалар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ ұнаса, лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Тіркелмеген болсаң, подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.